барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы күн, қадірменді жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионатының тұрақты кезеңі бүгін мәресіне жетеді. Соңғы 40-шы тур. Біз бүгін плей-офф кезеңінде командалар сәл жеңілірек болмақ. Сонымен Аят футболшыларында және алғашқы ұмтылысы, ортаға жақсы пас және бірден гол соқты. Аят бүгінгі кездесудегі рунылық команданың пайдасына аяқталды. Бұл шабуыл Аят сапындағы кезекті голын соқты. Леандриньюдің бұл 4-ші добы. Себебі Атырауда кеш ұпай жоғалтқан болатын. Тағы бір соққы. Соқты Қаражанов есепті 1-0 қылған еді, бірақ кейін Валиулин таразы басын теңестірді. Бұдан ешқандай нәтиже жоқ. Ал қазір қақпаға тағы бір дәл соққы. Аят есепті 2-0 қылды. ЖЖ бірнеше минут бұрын жарақат алып дәрігерлердің көмегіне жүгінген бразилиялық Маринковичтің аяғына дәл келді. Лазар есепті 3-0 қылды. Аятты бүгін Каспийді аяп жатқан жоқ. Жаңа ғана ЖЖ-нің голын тойлап жатқан еді, тағы да бір голы тоғытылды. Ақжол Қайратұлының қақпасына бұл жолы Лазар Маринкович гол соғып отыр. Алға пас. Ой, бұл жерде қолға тиген секілді Дуглас Риси гол соқты. Қаражанов тамаша алда өтті. Қаражанов соққы. Және Рауан осы сәтте бір жерін ауыртып алған секілді. Қаражанов енді бар күшімен соққы жасады. Жақын 2 рет жеңіліп қалды. Қайратқа қарсы матчта бір жеңіс және бір жеңіліс тіркелді. Қақпаға тағы бір соққы. 2-3. Каспий есеп айырмасын қысқартты. Сәбит Ұзақбаев бұл голдың авторы. 0-3-ті команда 2-3-ке айналдыра алды. Серпілген допқа бірінші жеткен Ұзақбаев. Қарағұлов қарсыласын алдады. Соққы. Каспийді көруіміз мүмкін. Қарақұловқа жақсы пас. Қарақұлов соққы керек. Рауан Сейсенғалиев. Эвертонның да пасы тамаша шықты. Қарақұлов бірінші соққысы өткен жоқ. Артын Батырхан Кенжеғалидің еншісінде 15 гол бар, 17 ойында 15 гол. Ой, қазір жақсы соққы. Валиулин. Алға пас. Маринкович. Арман Қаражанов одан допты тартып алды. Арман қақпа маңында жақсы пас. Гол! Дінмұхамед Ағаниязов таразы басын теңестірді. Оған Арман Қаражанов та дәл пас берді. Рауан Сейсенғалиевтің қақпасына осылайша 3-ші гол соғылып отыр. Шу пас беруде қателесті. Бірақ мұны Каспий ойыншылары пайдалана алған жоқ. Қарақұлов, жақсы шабуыл. Қарақұлов қапталға соққы! Гол! Турнир кестесіндегі жағдай бәрі маңызды емес. Каспийдің жанкүйерлеріне бүгінгі матчта жеңіс керек. Ақжол Қайратұлы бірінші таймда школ өткізіп алған еді. Одан кейін Рауан Сейсен. ЖЖ соққы! Ақжол Қайратұлы сейв жасаған еді, бірақ серпілген допы ЖЖ-нің аяғына қайта келді. Осылайша сейв жасауын жасаған еді. ЖЖ-нің соққысы да өте нашар шықты. Тура ортаға. Эвертон алда өтті. Исмайловты Эвертон жақсы пас! 5-4! Эвертон бұл шабуылды керемет бастады. Бірнеше ойыншыдан өтіп барып, қақпа алдында ашық тұрған Ағаниязовқа дәл пас берді. Нұрмұхамед Исмайлов Эвертонды бұл жерде тоқтата алған жоқ. Валиулин
Pas бере алмады және Эвертон алға. Қандай тамаша соққы! 6-да 4! Маусымды керемет аяқтады және соққы жасау да бұл жерде дәл соққы бағыттау да оңай дүние емес. Доп әуеде болған. Арман Қаражановтан пас алды да Эвертон. Бүгінгі матчта 10 гол. Ерсұлтан Сағындық соққы. Доп Эвертонға тиіп кетті және Каспий алды. Ал матчтың бітуіне санаулы секундтар қалды. Кикетрес. ЖЖ гол. Есеп 6-да 5. Бүгінгі ойында ақтаулық команда өз пайдасын аяқтайтын шығар. Бұл жерде енді пенальти қою қаншалықты әділ шешім. Мұны енді төрешінің өзіне қалдыра жатайық. Ал ЖЖ болса өте жойқын соққы бағыттады. Сонымен 6-да 5 Каспий аятты жеңіп маусымды әдемі аяқтады. Леандриню, ЖЖ, Лазар Маринквич 3 гол соғып аятты алға шығарған еді, бірақ кейін Сәбит Ұзақбаев, Аға Ниязов дубль жасады. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде youfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп youfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.